Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздермен етсіз гречкада жасалатын котлеттің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап, сізде менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен гречканы суда қайнатып, оны суытамыз. Сосын пиязымызды тураймыз. Пиязды өте жіңішке етіп турауға тырысыңыздар. Сонда біздің котлетімізді формаға келтірген уақытта өз формасын жақсы ұстап тұратын болады. Ал сәбізді үкіштен өткіземіз. Енді табаға май құйып, пияз бен сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Екі-үш минут қуырып алдық. Енді бетін жауып, 10 минутқа жай отта қалдырамыз. Осы аралықта енді біздің соусымызды дайындап жіберейік. Ол үшін қаймаққа 2 ас қасық майонез қосамыз. Және соусқа осындай болгар бұрышын мен қолданамын. Бұны тазалап болып, өте жіңішке кубиктап турауымыз керек болады. Бұл соусты басқа да тағамдарға қолдансаңыздар болады. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Және соусымызға чеснок қосамыз, бірақ бұл міндетті емес. Енді сарымсақ пен болгар бұрышын өсімдік майында 3-4 минут қуырып аламыз. Енді осы массаны соусқа қосамыз. Кішігірім укроп саламыз. Және осымен барлығын араластырамыз. Біздің соусымыз дайын. Ал енді котлетімізді жасайық. Ол үшін суыған гречкеге осылай 3 жұмыртқаны саламыз. Және бұны блендермен жақсылап ұсақтайтын боламыз. Осы массаға жаңағы бұқтырылып пісірген пияз бен сәбізді қосамыз. Татымына қарай тұз саламыз, бұрыш саламыз. Және мен дәмдеуіш қостым. Бұл өз қалауыңыз бойынша кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Және пресстен өткізілген сарымсақ пен 4 қасық қаймақ қосамыз. Сонымен барлығын араластырамыз. Біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырыңыздар. Біздің массамыз дайын. Енді котлеттерімізді жинайық. Ол үшін ең алдымен қолымызды суға батырып аламыз. Және кішкентай бөлшегін алып, котлеттерді формаға келтіреміз. Егер де қолдарыңызды сулап жасасаңыздар, онда қолдарыңызға жабыспай формаға тез келетін болады. Және котлетті мен нан үгінділеріне ұнатып аламын, немесе бұны ұнмен жасасақ та болады. Барлығын жасап болдық. Менде шамамен 15 котлетте шықты. Енді котлеттерімізді қуырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Екі жағын 4-5 минуттан қуырсаңыздар жеткілікті. Котлеттерді майдан алған уақытта осылай қағаз сүлгіге аламын. Өйткені котлеттегі артық майды осы қағаз сүлгі өзіне сіңіріп алады. Біздің котлеттеріміз дайын. Дәмі өте күшті болып шықты. Әсіресе егер де соуспен жейтін болсаңыздар, онда дәмі тіптен керемет. Егер де сіз осы рецептпен жасаған болсаңыз, онда міндетті түрде комментарийға бөлісе кетіңіз.
және каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі алда әлі көптеген рецепттер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі жаңа рецепттерге дейін сау болыңыздар.